Түнгі қала әрқашан екі түрлі өмір сүретін. Күндіз асығыс адамдар, көлік дауысы, жарық витриналар, ал түнде бос көшелер, ұзын көлеңкелер және ешкім байқамайтын оқиғалар. Айдана сол кеште үйіне кеш қайтып бара жатты. Ол 24 жаста. Қаладағы шағым жарнама агенттігінде дизайнер болып жұмыс істейтін. Қарапайым, арманшыл қыз. Сол күні жұмыста тапсырыс кешігіп, кеңседен соңғы болып шыққан. Аспанда бұлт қоюланып, шамдар сары жарықпен дірілдеп тұрды. Автобустар сиреп кеткен. Телефонның батареясы 8% ғана. «Такси шақырсам ба?» деп күбірледі ол. Бірақ қосымша ашылмай, байланыс үзіліп тұрды. Көшенің қарсы бетінде ескі көлік тоқтап тұр екен. Ішінде екі жігіт отырды. Айдана оларды байқамағандай болып, жылдам жүре түсті. «Қарындас, тоқташы, қайда барасың?» деген дауыс естілді. Ол жауап бермеді. Жүрісі жылдамдады. «Біз де қалаға барамыз. Отырсаңшы, жеткізіп тастаймыз». Айдана ішінен бір нәрсе дұрыс емес екенін сезді. Анасы үнемі айтатын: «Ішкі түйсігіңе сен». Ол басын шайқап, ары қарай жүре берді. Бірақ көлік баяу артынан жылжи бастады. Жүрегі қатты соғып кетті. Көшеде ешкім жоқ, дүкендер жабық, терезелер қараңғы. Көлік кенет оның жанына тоқтады. «Қорықпа, отыр, тоңып қаласың», деді жүргізуші. Айдана артқа шегінді. «Жоқ, рахмет». Сол сәтте артқы есік ашылды. Қыздың бойын үрей биледі. Ол жүгіре жөнелді. Көшенің шамдары бірінен соң бірі өшіп жатқандай көрінді. Аяқ дыбыстары артынан естілді. Ол бұрылып қарауға батпады, тек жүгірді. Кенет аяқ астындағы мұзға тайып, жерге құлады. Телефоны қолынан ұшып кетті. Артынан ауыр қадамдар жақындап келе жатты. Айдана көзін жұмып, бар даусымен айқай салды. «Көмектесіңдер!» Дауыс бос көшелерде жаңғырып кетті. Сол сәтте алыстан көлік жарығы көрінді. Жаңағы екі жігіт бір сәтке кідірді. Жарық жақындаған сайын, олар асығыс көліктеріне отырып, қараңғылыққа сіңіп кетті. Айдана дірілдеп, орнынан тұра алмады. Жақындаған көлік түнгі патруль еді. Полиция қызметкері жүгіріп келді. «Сізге не болды?» Айдананың дауысы шықпай қалды. Көзінен жас үнсіз ақты. Сол түн оның өмірін екіге бөлді. Бұрын және кейін. Ол физикалық тұрғыда аман қалды, бірақ ішкі әлемі шайқалды. Үйіне оралған соң, есіктерді қайта-қайта тексеріп, терезелерді жапты. Ұйықтай алмады. Көлеңкелерден қорықты. Телефон қоңырауының өзі жүрегін дүрсілдететін. Бірақ ең ауыр нәрсе өз-өзін кінәлау еді. Неге кеш шықтым? Неге ол көшеден өттім? Неге такси шақырмадым? Бір күні анасы оның қолынан ұстап: «Қызым, кінә сенде емес», деді. Сол сөз оның жанын босатқандай болды. Бірнеше аптадан кейін полиция хабарласты. Қаланың бейнебақылау камералары күдіктілердің көлігін тіркепті. Айдана куәлік беруге барды. Қолдары дірілдеді. Бірақ ол сөйледі. Өзінің ғана емес, басқа қыздардың қауіпсіздігі үшін. Айлар өтті. Сот күні келді. Залда ауыр үнсіздік орнады. Айдана алғаш рет сол жігіттерді анық көрді. Олар көздерін төмен салды. Сол сәтте ол қорқыныштың орнына басқа сезімді байқады. Күш. Ол аман қалды. Ол үнсіз қалмады. Ол шындықты айтты. Судья үкім оқығанда Айдана көзін жұмды. Бұл тек жазалау емес еді. Бұл әділеттің орнауы. Бір жылдан кейін Айдана сол көшеден қайта өтті. Бұл жолы күндіз. Аспан ашық. Адамдар көп. Қала тірі. Ол тоқтап терең тыныс алды. Өткенді өшіре алмайсың. Бірақ онымен өмір сүруді үйренесің. Қорқыныш оны анықтамады. Керісінше, ол күшейтті. Айдана қазір ерікті ретінде дағдарыс орталығында жұмыс істейді. Қауіпке тап болған қыздарға көмектеседі. Әрбір кездесуде ол бір ғана сөз айтады: «Сен жалғыз емессің». Түн әлде қалаға келеді. Көлеңкелер әлі де ұзын. Бірақ енді сол көшелерде қорқынышпен бірге үміт те бар. Өйткені бір қыз үнсіз қалмауды таңдады.
Айдана дағдарыс орталығында жұмыс істей бастағанына 3 ай болды. Алғашқы күндері әр оқиға оның өз жарасын қайта ашатын. Әр қыздың көзінен қорқынышты көрген сайын сол түн есіне түсетін. Бірақ уақыт өте келе ол бір нәрсені түсінді. Жара жазылмайды, бірақ адам онымен өмір сүруді үйренеді. Бір күні орталыққа 17 жастағы қыз келді. Аты Мөлдір. Үні шықпайды. Көзі ғана сөйлеп тұр. Айдана оған жылы шай ұсынып, «Сен қауіпсіз жердесің» деді, жай ғана. Бұл сөздер бір кездері өзіне де айтылған. Мөлдірдің қолдары дірілдеп тұрды. «Мен үйге барғым келмейді», деді ол сыбырлап. Айдана оның қасына отырып, үнсіз ғана жанында болды. Кейде сөз емес, жанында біреудің болуы маңызды. Сол сәтте Айдана өзінің бұрынғы қорқынышы енді тек естелік екенін сезді. Ол әлсіз қыз емес еді. Ол аман қалған жан. Кешкісін жұмыстан шыққанда аспан қайтадан бұлттанып тұрды. Сол көше, сол шамдар, сол сезім. Бірақ бұл жолы Айдана жалғыз емес еді. Оның ішінде қорқыныштан күшті бір нәрсе бар. Сенімділік. Телефонына хабарлама келді. Белгісіз нөмір. Жүрегі бір сәтке тоқтап қалғандай болды. «Сен бізді ұмыттың ба?» Қолдары мұздап кетті. Өткен қайта оралғандай. Ол тоқтап айналасына қарады. Көшеде адамдар бар. Көліктер жүріп жатыр. Бұл жолы ол жалғыз емес. Айдана терең тыныс алып, хабарламаны өшірді. Сосын полицияға хабарласты. Бұл бұрынғы Айдана емес еді. Бұл қорыққанымен әрекет ететін Айдана. Тергеу басталды. Нөмір уақытша тіркелген болып шықты. Біреу оны қорқытқысы келген, бірақ бұл әрекет кері әсер берді. Айдана орталықта қауіпсіздік туралы семинарлар өткізе бастады. Қыздарға қарапайым, бірақ маңызды нәрселерді үйретті. Ішкі түйсігіңе сен, қауіпті сезсең, сыпайылықты ұмыт. Көмек сұраудан ұялма, үнсіз қалма. Оның дауысы сенімді шықты. Себебі ол мұның бәрін бастан өткерген. Бір күні семинардан кейін бір әйел келіп, «Сіздің тарихыңыз мені құтқарды» деді. Айдана түсінбей қарады. «Сол түні таксиге отырмай досымды шақырдым. Себебі сіз айтқан белгілерді байқадым». Айдананың көзіне жас келді. Сол сәтте ол бір нәрсені анық түсінді. Оның аман қалуы бекер емес. Уақыт өтті. Қала сол күйінде, түн сол күйінде. Бірақ Айдана өзгерді. Бір кеште ол бұрын қорқыныш басталған аялдамаға келді. Бұл жолы ол әдейі тоқтады. Айналасында адамдар күліп сөйлесіп тұр. Бір ана баласының қолынан ұстап барады. Бір жігіт гүл көтеріп тұр. Өмір жалғасып жатыр. Айдана аспанға қарады. «Мен енді қорықпаймын» деді сыбырлап. Бұл сөздер батылдық туралы емес. Бұл еркіндік туралы. Түн қалаға қайта түсті. Бірақ бұл жолы көлеңкелер арасында үрей емес, жарық та бар. Өйткені бір қыз үнсіз қалмады. Өйткені бір қыз қорқынышты күшке айналдырды. Өйткені бір қыз басқа қыздарға жол көрсетті. Мораль. Қорқыныш соңы емес. Үнсіздік қауіпті. Ал шындықты айту бір адамның ғана емес, жүздеген адамның өмірін өзгерте алады. Айдана аялдамада тұрған сәтте артынан бір дауыс естілді. Айдана? Ол селк ете түсті. Бұл дауысты ол бірден таныды. Ернар, бұрынғы әріптесі, бір кезде оған ұнайтын, сенімді, сабырлы жігіт сияқты көрінетін. «Сен бе?» деді Айдана таңданып. «Иә, сені көріп қалдым. Үйіңе бара жатырсың ба? Жеткізіп тастайын». Айдананың жүрегі тағы да мазасыздана бастады. Жеткізіп тастайын. Осы сөздер бір кездері қорқыныштың бастамасы болған. Ол жымиғандай болды, бірақ көзі сақ еді. «Рахмет, мен автобус күтемін». Ернар бір сәт үнсіз қалды. «Сен әлі де адамдарға сенбейсің бе?» Бұл сұрақ оның жүрегіне тиді. Айдана жауап бермеді. Сол түні ол үйіне келген соң әлеуметтік желіні ашты. Хабарламалар арасында бір белгісіз аккаунттан келген өтініш тұр. Профиль суреті жоқ. Аты Трус 17. Хабарлама. Сол түні болған оқиғаның бәрі сен ойлағандай емес. Айдананың денесі мұздап кетті. Бұл кім? Қайдан біледі? Ол жауап жазбады.
Бірақ бірнеше секундтан кейін тағы хабарлама келді. Көліктің ішінде үшінші адам болған. Айдананың қолынан телефон түсіп кете жаздады. Ол сол түні тек екі жігітті көрген. Полицияда солай айтқан. Үшінші адам? Келесі күні ол бұл туралы тергеушіге айтты. Тергеуші ойланып қалды. Камераларда үшінші адам анық көрінбеді, бірақ көліктің артқы бөлігі қараңғы болған, деді ол. Айдананың жүрегінде жаңа қорқыныш пайда болды. Егер бұл рас болса. Кешкісін ол орталықтан шыққанда көліктердің арасынан таныс силуетті байқады. Ернар. Ол көлігінің жанында тұр. Айданаға қарады да бірден көзін тайдырды. Сол сәтте Айдананың ішінде бір нәрсе байланысып кеткендей болды. Ернар сол түні қайда еді? Неге ол бұл сұрақты бұрын қоймаған? Үйіне келген соң ол ескі чаттарды ашты. Сол түн Ернардан хабарлама келген. Үйге жеттім бе? Уақыты оқиға болғаннан 5 минут кейін. Бұл мүмкін емес еді. Ол кезде ешкім оның қайда екенін білмейтін. Айдананың тынысы тарылды. Тағы бір хабарлама келді. Сол белгісіз аккаунттан. Ол сені бақылап жүрген. Айдана терезеге қарады. Аула қараңғы. Бірақ көлеңке қозғалғандай болды. Ол бірден жарықты жақты. Пердені жапты. Жүрегі кеудесінен шығып кетердей соқты. Телефон тағы діретті. Егер шындықты білгің келсе, ертең сағат 19:00. Ескі кинотеатр. Бұл тұзақ па? Әлде шындыққа апарар жол ма? Айдана айнаға қарады. Бір жыл бұрынғы қорқақ қыз жоқ. Бірақ бұл жолы қауіп басқа. Бұл жолы қауіп таныс адамның көлеңкесінде. Ертеңіне күн бойы оның ойы бөлінді. Мөлдірмен сөйлесіп отырса да, ойы басқа жақта. Сағат 18:40. Ол кинотеатрға жақындады. Ескі ғимарат. Терезелері сынған, есігі жартылай ашық. Іштен суық жел соқты. Айдана тоқтады. Кіру керек пе? Телефонына соңғы хабарлама келді. Сен кешіктің. Ол да осында. Айдананың жүрегі тоқтап қалғандай болды. Кім? Деп сыбырлады ол. Сол сәтте артында аяқ дыбысы естілді. Айдана. Бұл Ернардың дауысы еді. Ол баяу бұрылды. Ернардың жүзінде бұрынғыдай жылы жымиыш жоқ. Тек түсініксіз салқындық. Саған біреу жазып жүрме, деді ол. Айдана үнсіз қалды. Кейбір шындықтар адамды бұзады, деді Ернар жайғана. Сен оны қазбауың керек еді. Сол сәтте кинотеатрдың ішінен біреу жүгіріп шықты. Қаш деп айқайлады белгісіз дауыс. Айдана не істерін білмей қатып қалды. Екі шындық, екі дауыс, бір таңдау. Түн қайтадан қоюлана түсті. Және бұл жолы бәрі енді ғана басталып жатқанда еді. Ескі кинотеатрдың алдында уақыт тоқтап қалғанда еді. Айдана бір қадам артқа шегінді. Ернар оған тесіле қарап тұр. Саған біреу жазып жүрме, деді ол баяу. Айдана үнсіз қалды. Оның жүрегі қатты соғып тұрды. Бірақ бұл жолы қорқыныштан гөрі шындықты білуге деген ашу басым еді. Сол түні сен қайда болдың, Ернар? Деді ол тікелей. Ернардың көзі бір сәтке жыпықтап кетті. Бұл маңызды емес. Маңызды, деді Айдана. Өте маңызды. Сол сәтте кинотеатрдың ішінен жүгіріп шыққан жігіт олардың жанына келіп тоқтады. Демігіп тұр. Ол саған өтірік айтып жүр, деді бейтаныс жігіт. Ернар ашулана қарады. Сен үндеме. Айдана екеуіне кезек-кезек қарады. Шындықты айтатын уақыт келді, деді бейтаныс жігіт. Мен сол түні сол көлікте болдым. Әлем бір сәтке үнсіз қалды. Айдананың құлағы шымылдап кетті. Үшінші адам, деді ол сыбырлап. Жігіт басын изеді. Мен жүргізушінің інісімін. Олар сені қорқытпақ болды. Кек әзіл болады, деді. Бірақ бәрі бақылаудан шықты. Сен айқайлаған кезде мен тоқтатқым келді. Көлік тоқтағанда мен түсіп қалдым. Олар сені қуып кеткенде мен қашып кеттім. Айдананың көзіне жас толды. Неге бір жыл үндемедім? Қорықтым, деді жігіт. Бірақ сенің семинарларыңды көрдім. Сен басқа қыздарды құтқарып жүрсің, ал мен үнсіз жүрмін. Сондықтан саған жаздым. Айдана Ернарға бұрылды. Ал сен? Ернар үнсіз тұрды. Сен бәрін қайдан білдім?
Ернар ауыр дем алды. Себебі, деді ол ақырын. Сол түні мен оларды көрдім. Айдананың жүрегі тоқтақ қалғандай болды. Не? Мен көліктің жанынан өтіп бара жаттым. Сенің жүгіріп бара жатқаныңды көрдім, бірақ араласпадым. Бұл сөздер пышақтай тиді. Неге? Деді Айдана сыбырлап. Ернар көзін төмен түсірді. Қорықтым. Олар мас еді, агрессивтеді. Мен өзімді қорғауды таңдадым. Ұзақ үнсіздік орнады. Түнгі жел сымып тұрған терезелерден гүлдеп өтті. Айдана көзін жұмды. Ол сол түні өзін жалғыз сезінген, бірақ шындық одан да ауыр еді. Ол жалғыз болмаған. Оны көрген адамдар болған, тек ешкім араласпаған. Айдана көзін ашты. Бұл жолы оның жүзінде қорқыныш жоқ, тек анықтық. Сен мені құтқармадым, деді ол Ернарға. Бірақ енді мен басқа қыздарды құтқарамын. Ернардың көзінде өкініш пайда болды. Кешір. Кешірім бәрін өзгертпейді, деді Айдана сабырлы түрде. Ол бейтаныс жігітке бұрылды. Сен бүгін дұрыс таңдау жасадым. Жігіттің көзіне жас келді. Бір айдан кейін. Бұл оқиға ресми түрде қайта қаралды. Үшінші куәгердің мәлімдемесі көптеген істің ашылуына көмектесті. Қалада осындай әзілмен қорқыту жағдайлары бұрында болғаны анықталды. Қоғам дүр сілкінді. Адамдар үнсіз қалудың да қылмысқа жақын екенін түсіне бастады. Ал Ернар, ол дағдарыс орталығына ерікті ретінде келді. Айдана оны алғаш көргенде таңғалмады. Мен бір рет қорқақ болдым, деді ол. Екінші рет қайталамағым келеді. Айдана оған ұзақ қарады. Онда басқа адамдар қорықпайтындай жағдай жасауға көмектес, деді. Бұл кешірім емес еді. Бұл жауапкершілік. Бір жылдан кейін. Айдана сол аялдамада тағы тұр. Бұл жолы оның жанында бірнеше ерікті қыздар мен жігіттер бар. Олар түнгі қауіпсіздік жобасын бастап жүр. Көшелер жарық. Камералар орнатылған. Патруль жиілеген. Бір қыз жанына келіп, мен бұрын түнде жалғыз жүруден қорқатынмын, деді. Қазір қорықпаймын. Айдана жымиып, қорқыныш жоғалған жоқ. Біз тек жалғыз емеспіз, деді. Түн тағы да қалаға түсті. Бірақ бұл жолы көлеңкелер арасында тек қауіп емес, адамдардың бір-біріне деген жауапкершілігі де бар. Сол түні Айдана бір нәрсені толық түсінді. Ең қорқыныштысы қараңғылық емес. Ең қорқыныштысы үнсіз куәгерлер. Ал ең үлкен күш бір адамның жетет деп айтуы. Бір оқиға бір адамды сындыруы мүмкін. Бірақ сол адам үнсіз қалмаса, ол жүздеген тағдырды құтқара алады. Түн сол күйінде. Бірақ Айдана өзгерді. Бір кеште ол бұрын қорқыныш басталған аялдамаға келді. Бұл жолы ол әдейі тоқтады. Айналасында адамдар күліп сөйлесіп тұр. Бір ана баласының қолынан ұстап барады. Бір жігіт гүл көтеріп тұр. Өмір жалғасып жатыр. Айдана аспанға қарады. Мен енді қорықпаймын, деді, сыбырлап. Бұл сөздер батылдық туралы емес. Бұл еркіндік туралы. Түн қалаға қайта түсті. Бірақ бұл жолы көлеңкелер арасында үрей емес, жарық та бар. Өйткені бір қыз үнсіз қалмады. Өйткені бір қыз қорқынышты күшке айналдырды. Өйткені бір қыз басқа қыздарға жол көрсетті. Мораль. Қорқыныш сомы емес, үнсіздік қауіпті. Ал шындықты айту бір адамның ғана емес, жүздеген адамның өмірін өзгерте алады.